Дәл қазір Тараз қаласында дауыс беру науқаны қызу жүріп жатыр. Яғни ел азаматтары кезекті тарихи таңдауларын жасауда. Учаскелердегі бақылаушылар да өз міндеттерін атқаруда. Қазір сағат 15:00-ден асты. Шаһардағы нөмірі 50-ші сайлау бөлімшесінен тікелей байланысқа әріптесім Аят Асқарбекұлы шығып, аталған мекеннен саяси науқанның өту барысы жайлы баяндамақ. Аят, әзірге қандай мәліметіңмен бөлісесің? Сөз сенде. Рахмет, Перизат, түскі жаңалықтарымызда мен Жамбыл облысындағы 484 сайлау учаскесінің жұмысын таңғы 7-те бастағанын хабарлаған болатынмын. Тиісінше Жамбыл облысындағы 717 мыңға жуық азамат дауыс береді деп күтілуде. Біз қазір Тараз қаласындағы номер 53-ші мектепте орналасқан 50-ші сайлау учаскесінде тұрмыз. Бұл таңдау бұрышында 980-нен аса сайлаушы тіркелген. Бүгінге дейін мұнда 2956-дан аса халық дауыс беріп үлгеріпті. Мамандардың сөзіне сенсек, бұл сайлау учаскесінде сайлаушылар үшін барлық жағдай жасалған. Дәл қазір менің жанымда облыстық сайлау комиссиясының төрағасының орынбасары Сара Мәдиева тұр. Сара Қабылбекқызы, қайырлы күн. Жалпы айтыңызшы, сайлау барысы қалай өтуде, бақылаушылардың жұмысы қалай, келеңсіздіктер орын алған жоқ па? Таңертең сағат 7:00-де облыстағы 484 сайлау учаскесі түгелдей дерлік ашылды. Қазіргі таңда 317.483 сайлаушы дауыс берді, яғни ол 43,7% құрап тұр. Жалпы сайлау учаскесінде барлық жағдай жасалған сайлаушылардың дауыс беруіне. Сонымен қатар 1,5 мыңнан аса бақылаушылар қазіргі таңда өз жұмыстарын сайлау учаскелерінде жүргізіп жатыр. Бақылаушылар заң талаптарына сәйкес өз жұмыстарын жүргізуде. Айтыңызшы, енді сайлаудың нақты нәтижесі қай уақытта белгілі болады? Кешкі сағат 8-де сайлау учаскелері жабылады, дауыс беру тоқтатылады, содан кейін қорытынды шығатын болады. Мәліметіңізге рахмет. Бұдан бөлек әр кандидаттың сенімді өкілі учаскелерде отыр. Айта кетейік, сайлауға түскен кандидаттарға дауыс беру 20:00-де аяқталады. Перизат, әзірге мендегі бар ақпарат осы. Әрмен қарай тікелей эфирдің тізгіні өзіңізде. Айта кетейік, бізбен тікелей эфирге шыққан әріптесім Аят Асқарбекұлы. Жалғастырамыз.